Сәлеметсіздер ме, қазақ тілін үйренуші құрметті қауым. Біз бүгін шылау туралы айтатын боламыз. Жалпы, шылау сөзінің мағынасын қалай түсінеміз? Шылау сөзін түсінуге мынадай кеңес берген болар едік. Ол сөздің мағынасын біз тұрақты тіркестен іздейміз. Шылауында болу деген тұрақты тіркес. Біреудің ықпалында, ырқында болуды дегенді білдіреді. Яғни біздің түсінігімізде бұл көмекші және негізгі сөздер тұрғысынан келгенде, көмекші сөз ретінде толық мағыналы сөз ықпалында болу дегенді білдіреді. Басты белгісі қандай? Ол көмекші сөз. Демек, оның толық мағынасы жоқ. Оны қайдан білеміз? Шылау сөзге сұрақ қоямыз. Әрине, бұл жерде сұрақ қою мүмкін емес. Ерекшелігі қандай? Шылауға ешқашан жұрнақ пен жалғау жалғанбайды, ол түрленбейді. Және жеке сөйлем мүшесі де бола алмайды. Жеке сөйлем мүшесі болу үшін сол сөйлемнің құрамындағы сөздермен бірге байланыса алатын жеке сұрағы өз орны болуы тиіс. Тек сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып үстеме мағына береді. Мына мысалдарға назар аударайықшы. Мен мектепке білім алу үшін барамын. Мен мектепке білім алуға барамын. Мен мектепке білім алу үшін барамын. Мақсаттық мағына қосып тұр. Мен мектепке білім алу үшін барамын ба? Мақсаттық мағынаның үстіне ба деген сөз сұраулық шылауы сұрау мағынасын қосып тұр. Мен мектепке білім алу және өмірге бейімделу үшін барамын деген сөйлем күрделеніп, бірыңғай ойларды салаластыра байланыстырып тұрған және шылауы, және мақсаттық мағынаны қосып тұрған үшін шылауының кездесуімен беріліп тұр. Байқасақ, әр сөйлемге өзіндік реңк беріп, әр сөйлемнің мағынасына қосымша үстеме мағына қосылып тұр. Соның өзінде бұл сөздер сөйлем мүшесі бола алмайды, және біз оларға ешқандай жұрнақ пен жалғау жалғай алмаймыз. Жалпы, орыс тілді аудиторияда шылаудың түрлерін түсіну үшін олардың орысша баламасымен бірге меңгергеніміз дұрысырақ деп ойлаймыз. Терминдерге назар аударайық. Көмекші сөздер служебные слова. Жалғаулық шылаулар союзы, демеулік шылаулар частицы, ал септеулік шылаулар послелоги. Олардың әрқайсына тоқталатын болсақ, ыңғайластық жалғаулық шылаулары соединительные, демек ол бір-бірімен байланыстыру. Қарсылықты жалғаулық шылаулары противительные, қарсы мәнді туындату. Талғаулықты шылаулар, яғни разъяснительно-разделительные, талғау мәнді. Кезектестік, последовательные союзы. Себеп-салдарлық, причинно-следственные, шарттық, условные, жалғаулық шылаулары. Ал енді частицы бұларға қарағанда сәл өзгешелеу. Вопросительные частицы, усилительные частицы, уточняющие частицы, шектік демеуліктер, ограничивающие частицы, болымсыздық демеуліктері, отрицательные частицы, болжаулық демеуліктері, приблизительные частицы. Послелоги септіктермен байланысты болғандықтан бұл жерде жеке-жеке тоқталған жоқпыз. Енді жалғаулықтарға тоқталсақ, олардың негізгі қызметі өзара тең бірыңғай сөздер, сөз тіркесі, сөйлемдерді байланыстырады. Алдарыңызда тұрғандай ыңғайластық жалғаулықтар мен, бен, пен және да тағы басқа. Талғаулықты жалғаулықтар әлде, біресе, не, немесе, болмаса, я, яки, кейде, мейлі деген түрлері. Қарсылықты жалғаулықтар бірақ, алайда дегенмен, әйтпесе, сонда да әйткенмен. Себептік жалғаулықтар себебі, өйткені, неге десең. Салдарлық жалғаулықтар, сол себеп салдарлық жалғаулықтардың ішіндегі сондықтан, сол үшін, сол себепті. Шарттық жалғаулықтар егер онда әрқайсы өз интонациясы бар сөздер. Бұлардың жазылу емлесіне тоқталатын болсақ, барлығы негізгі сөзден бөлек жазылады. Келесі шылау түрлері септеуліктер. Тек 4 септік жалғаулы сөзбен ғана тіркес мағынасын толықтырады. Атау септік кімне сұрағына жауап беретін. Барыс септігі кімге, неге, қайда сұрағына жауап беретін. Шығыс септігі
кімнен, неден, қайдан сұрағына жауап беретін және кіммен, немен сұрағына жауап беретін, көмектес септігін меңгеретін шылаулар, яғни солармен байланысып келіп белгілі бір мағына үстейтін шылаулар. Үшін, атау септігін меңгеретін септеуліктер үшін сөзінің алдында сен үшін, үйге дейін, сенен гөрі, көмектес сонымен қатар деген сияқты мысалдардың барлығында біз екінші көмекке келіп отырған сөздердің алдындағы сөздердің барлығы септік, 4 септік жалғаулы сөздер болуы шарт екендігін ұмытпауымыз керек. Әрине бұл жерде атау септігінің жалғауы жоқ, түбір зат есімдерді деп алсақ болады. Бұлардың да жазылу емлесі барлығы негізгі сөзден бөлек жазылады. Келесі түрі демеуліктер. Демеуліктер бір шылаулардың ішіндегі ерекше шылау түрлері. Себебі бұлардың жазылу емлесінде де, айтылу емлесінде де, қызметінде бір қатар ерекшеліктер бар. Бұлар шылауларға тән байланыстыру қабілетіне ие емес. Олар сөздерді байланыстырмайды. Сөзге, сөйлемге реңктік мағына береді. Мысалы, күшейткіш демеуліктер айтайық. Ақ, ай, ау. Жазылу емлесінде байқасаңыздар, дефис арқылы жазылып тұр. Сұраулық демеуліктер өте көп кездесетін, сұраулы сөйлем жасауға ең өнімді, былайша айтқанда сөздер. Нақтылау демеуліктері, ерекшелігі д, т, дефис арқылы жазылып тұр. Шектеу демеуліктері, тек, ғана, қана. Болжаулық демеуліктері, мыс, сирек кездесесін, алайда сонда да біздің тілімізде бар шылаулар мыс, мыш формасы кездеседі. Сирек кездесетін екеш формасы. Мал екеш мал да баласын қорғайды деген сияқты мысалдарда кездесетін. Болымсыздық немесе қарсы мәнді салыстыру демеуліктер. Сен түгіл, ол тұрсын, мен тұрмақ деген сияқты бұлардың барлығы сөздерді байланыстыру қызметімен айналыспайды. Олар сөзге, сөйлемге реңктік мағына береді. Адам эмоциясына байланысты көп реңк береді. Мысалы үшін жағдаятқа байланысты, айтылып отқан ойға байланысты. Олардың жазылу емлесінде ескеретін мынандай бір жайттар бар. Енді осы жердегі маме, бабе, папе сұраулық шылауларына қатысты және бір тағы қосымша жазылу емлесіне қатысты мынандай жағдай бар. Түбір мен қосымша арасында қолданылғанда олар м, п, п, б болып өзгерген қалпында бірігіп жазылады. Біз шылауларды бөлек жазамыз деген емлелік ережені меңгердік қой. Сол үшін мынау маме, бабе, папе сұраулық шылауларына қатысты осында кішігірім қосымша ереже бар. Мысалы, келемісің, сен келемісің, сен айтыппысың, сен сұлтанбысың. Сұраулы сөйлемдегі маме, бабе, папе түбір құрамына, негізгі сөздің құрамына еніп кетіп, оның құрамында бөлек жазылу қабілетінен айырылып, тұтас бірігіп кететін жағдайы бар. Бұл демеуліктердің өзіндік ерекшелігі. Енді бір кішігірім көмек ретінде мынандай графикалық органайзерді ұсынған болар еді. Жалпы шылау, оның түрлері және олар нешеу екендігін есте жақсы сақтау үшін ш формасындағы органайзер. Мысалы үшін ш жазуының өзі формасының өзі шылау дегенді берсе, оның 3 бөлігі 3 санымен белгіленетін, оның грамматикалық 3 түрін береді. Міне осындай жағынан да еске сақтауға кішкене болса да көмектеседі деп ойлаймыз. Бұл жаңағы жалпы теориялық білімді есте сақтауға байланысты ұсынылатын органайзер. Енді біз мектеп бағдарламасында шылауларды кезең-кезеңмен өтеміз. Мысалы, 5-ші сыныпта біздің танысатынымыз ыңғайластық және қарсылықты қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Біз оларды сөйлемдерді қолдана білуіміз керек. Теориялық жағынан олардың басты ерекшеліктерін алдында айтып өткенімізде білуіміз керек, оны қолдана білуіміз керек. 6-ші сыныпта талғаулықты, кезектестік мәнді білдіретін, себеп салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтар. 7-ші сыныпта септеуліктер, 8-ші сыныпта демеуліктер, ал 9-ші сыныпта біз тағы да ыңғайластық, қарсылықты қатынасты білдіретін жалғаулықтарға қайта ораламыз. Себебі 9-ші сыныпта күрделі сөйлемдер жүйесіне тоқталамыз. Жалпы шылауға қатысты білуіміз керек нақты мәліметтер осылар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.